Сіздерді мен ешқашан ұмытпаймын. Әрқашан жүрегімде боласыздар. Алда грантқа түсіп кетулеріңізге және қалаған мамандық иесі болуына тілектеспін. Барша ата-аналарға және Әйгерім апайға алғысым шексіз және группамыздың аты қонақтар болып, бәріңді өтірік кешімен құттықтаймын. Әрқашан ақ жол, бәрің грантқа түсіп кетіңдер, армандарыңа жете беріңдер. Және Әйгерім апай, сізге ерекше рахмет айтқым келеді. Үнемі поддержка беріп, бізді қуантып, кішкентай нәрселер болса да, күшті кездердің бастан өткерді. Сізді әрқашан құрметтеп, сыйлап өтеміз. Құрметті ата-аналар және біздің Су Әйгерім апайымыз және алтын сыныптастарым, барлығына алғысым шексіз. Осыған дейін қандай жағдай болса да, ыстығына да, суығына да көніп жүрген Әйгерім апайға ерекше алғысым шексіз. Қандай жағдайда болса да бізді алдыға сүйреп, осы балаларым биіктен көрсінші барлығы болсыншы деп тырысып жүргенін ерекше алғыс айтамын. Және ата-аналар бүгінгі кешті ұйымдастырып, біздің осыған дейін оқып жүргенімізді елеп, бүгінгі выпускной вечерді жасап беріп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Және сыныптастарым, сендерге айтарым, өмірдің биік белестерінен көрінулерге тілектеспін. Алдағы бізді күтіп тұрған ұлттық бірыңғай тестілеуден ең жоғарғы балдарды жинап, каталог қойып, барлықтар грантқа түсіп кетулерге тілектеспін. Барлықтардың жолдарың ашық болсын. Барлығына рахмет. Құрметті ата-аналар және менің ең аяулы алтын бриллиант десем де болады, сіз бриллиантқа лайықсыз. Менің шын жетекшім Әйгерім апай және құрметті менің алтын класстастарым. Сіздерге барлықтарыңызға мен үлкен алғысымды айтқым келеді. Әйгерім апай, енді сіз біздің 5-ші класстан бері бізге прям құрбы сияқты, ата-анамыз, екінші ата-анамыз сияқты болып кеттіңіз. Бізге прям біз мұңайсақ, қуансақ та, қасымызда бірге болып, барлық класстастарда, барлық жарыстарда бізді бас жүлдеге бізді жетелегеніңізге сізге рахмет. 2 күн дайындалып. Иә, 2 күн дайындалып, бізді прям күшті жетістікке жетелегеніңізге сізге рахмет. Ал класстастарым, мен сендерді ешқашан да ұмытпаймын. Әлі қойдан бері сендермен бірге келе жатырмын. Ешқандай қалаға көшпей, ешқандай сыныпқа көшпей, сендермен өте қызықты сәтті өткердім. Сендерге оқытудан прям 139-140 балл иегері болуларыңды тілеймін. Барлықтарына соны тілеймін. Барлықтарың ұлттық бірыңғай тестілеуден каталогын қойдыңдар. Сіздерге де ата-аналар рахмет, осындай бізге внимание бөліп, бізді қуантқандарыңызға. Ата-аналар, Әйгерім апай, сізді қатты жақсы көреміз. Сыныптастар, сіздерді ешқашан ұмытпаймын. Сіздерді қатты жақсы көремін. Бәрі уақытыдан 100-200 балл алып түспетіңдер. Әйгерім апай, сіз біздің екінші ағамыздай болып кеттіңіз. Сізді қатты жақсы көремін. Құрметті ата-аналар, сіздерге көп рахмет. Ешқандай запретке қарамай, ой шешеміз, өзіміз сөйлесеміз деп бізге осындай вечер жасап беріп жатқандарыңызға, біздің көңілімізге қарап, барлығын жасап, ақша жинап, барлығын жасап жатқандарыңызға көп рахмет. Әйгерім апай, біз сізді қатты жақсы көреміз. 7 жыл бойы біздің каприздарымыздың бәрін көтеріп, мінезімізге шыдап, біз үшін барлығын жасағаныңызға көп рахмет
айтамын. Және алтын класстастарым, бүгінгі выпускной вечеріміз үлкен жолға қадам басып жатқанымыз құтты болсын. Сендерге ұбт-дан жоғары балл алуға тілектеспін. Әрқайсың жоғары оқу орнына түсіп, грантқа түсіп, өз орындарыңды және өздеріңнің орталарыңды табуларына тілектеспін. Және алдағы болашақта барлықтарына сәттілік тілеймін. Құрметті ата-аналар, біздің апайымыз, біздің екінші анамыз, сіздерге Аллах разы болсын. Екі дүниенің уақытын нәсіп етіп, өйстіп біздің әдемі қыз болып өсуімізге сіздердің септіктеріңіз. Үйден берген тәрбие, мектептен берген тәрбие барлығына мың алғыс. Сіздердің тәрбиелеріңізсіз біз бұндай жетістікке жетпес едік. Менің алтын класстастарым, сендерге дейтін тілерім бақыт, барлығын жақсы оқу орнына түсіп, жақсы жерде мен деген адамдардың бірі болыңдар. Кейін андай болашақта дейтін біреуіміз дейтін сотрудник болайық, біреуіміз дейтін врач болайық, сол кезде мақтан. Менің класстасым осындай, соған баршы деп ақыл айтатындай жасқа жетейік, Алла қаласа. Біздің 3 баламыз, сендер біздің басымызды қоспасаңдар, ешкім біздің басымызды қоспайды. 5 жылдық, 10 жылдық деп атсыңдар, оның барлығын сендерге қоясың. Апай да айтады, ол қыз деген кетеді, Дидар сен қаласың, қосасың деп. Сол Дидардың қасына енді екеуің де қосылып, біздің басымызды жинайсыңдар. Барлықтарыңызға Аллах разы болсын. Осындай той жиын барлықтарыңызда болсын. Барлығыңыздың бізден кейін де қыз бала-шағаларыңыз бар ғой, олардың барлығы осындай үлкен жетістікке жетсін. Ал менің класстастарым барлығын грантқа түсулеріне тілектеспін. Мен барлықтарыңызды жақсы көремін. Рахмет. Дәл осы соңғы сәттеріңіздегі қуанышбектеріңіздегі ең алғысымды білдіргім келетіні осы тек әйгерім апайға алғысымды айтқым келеді. Себебі біз 5-ші класстан келгеннен бері 11-ші классқа дейін әрқайсымыздың мінезімізді, жүрегіміздің ішіне кіріп шығып, кімнің жан дүниесінен қандай жағдай болғанын, әрқайсымыз бір 10 жылға болып армандарымыз өзгеріп, бір-бірімізбен бөлініп, ұрысып қалысып жатқан сәттердің өзінде, бір-бірімізбен мінезіміз табыспай жатқан сәттердің өзінде жеке бөлек шығарып алып, бізбен ақылдасып, сөйлесіп, тілдесіп, ақылын айтып, әрқайсымыздың вниманиесін бере алған адамның бірі деп айта аламын. Және де мен Айгерім апайды осы менің анамнан кейінгі орынға қоя аламын. Себебі Күрішбай 4-ші класстан кейін, мысалы, біз бала кезден кеттік қой, ал 10-ші класқа шейін осы Айгерім апай жеткізді. Өте андай,
жалғыз үй жаққа тіпті өзін сапалған тек жалғыз емес мен экранның өзін жеке беріп оқытып шығамын да самооценкаларың биік болсын сендер жеке тұлғасыңдар әр нәрсені бір белесті бағынасыңдар деп тіпті мынау 9 класстан келген біздің оқушылардың өзін әлі күнге шейін мақтан айтады да менің 4 ұлымның өзі грантқа түскен әлі күнге шейін аузынан тастамайды да сол үшін бізді де ешқашан ұмытпайды деп сенемін және де мен қазір қатты толықтым бірақ әкем апайды өте қатты жақсы көремін сізге айтар алғысым жетеді